Ресейді қолдайтын еуропалық саясаткерді білесіз бе? Ол таяуда Киевке келіпті. Бұдан не шыққанын түсіндірейін. Мынау Виктор Орбан, Венгрияның проресейшіл аталып жүрген премьер-министрі. Бірден аңғаратын тұсы, Орбан Киевке Венгрия Еуропа одағына төрағалық етіп тұрған тұста келіп отыр. 2022 жылғы 24 ақпаннан соғыс басталғалы бұл оның Киевке алғаш келуі. Сосын ол қандай сценариймен екені белгісіз, әйтеуір Зеленскийге соғысты тоқтатуды ұсынған. Алайда ресми Киев бұл ұсыныстан бас тартқан. Зеленский қақтығысты бейбітшілік саммиттері арқылы тоқтату жолын ұстанатынын мәлім еткен. Жалпы Венгрия мен Украинаның арасындағы келіспеушіліктерге тоқталып өтпесек болмас. Бұл келіспеушіліктер 2017 жылы басталған. Бұл кезде Украинада ашылық ұлттардың оқыту тілі украин тіліне көшірілгенде, Венгрия билігі венгрлердің құқығы шектелгенін мәлімдеген. Венгрия Еуроодақтың Украинаға көмегі бойынша шешімдерінің 41%-ын бұғаттаған. Осылайша Будапешт одақтың Киевке 6,6 миллиард еуро сомасындағы әскери көмегін бөлуге қарсы болып отыр. Украинаның Еуроодаққа кіруіне де дәл осы Венгрия қарсы. Жалпы Орбан Украинада бейбітшілікті орнатудың жақтаушысы ретінде көрінгісі келеді. Алайда оккупацияланған аумақтар, Ресей агрессиясы және адамдардың қаза болып жатуы оны қызықтырмайтын секілді.